Сәлем достар, бүгін осындай жұмсақ әдемі булочки дайындаймыз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен осындай үлкен ыдысқа жылы сүтімізді құямыз. Ерітілген майды құямыз. Ашытқы мен тұзды саламыз. Құмшекер саламыз. Осылай қолмен араластырып отырып, тұз бен ашытқыны ерітіп, үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Және ең соңында ұнды електен өткізіп отырып, қамырелейміз. Ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Описание бөлімінде түрлі оңай жасалатын торттардың рецепттерін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Осылай илеген қамырдың үстіне бір шай қасық сұйық майды құйып, осылай жағып қоямыз. Сонда қамыр әдемі жұмсақ болады. Енді қамыр көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Менің қамырым көтерілді. Осы қамырды алып екіге бөлеміз. Екіге бөлген себебім бір бөлігін басқа формада, екінші бөлігін басқа формада жасаймын. Осы видеодағыдай кішкене бөліктерге бөліп алып, қамырды домалақтап, міне осылай жайып аламыз оқтаумен. Кішкене домалақ қып жаямыз. Енді мен булочканың ішіне вареный сгущенка салдым. Өте дәмді болады. Осылай жасап көріңіздер сіздерде. Вареный сгущенка тұрған жерді осылай жабыстырып аламыз да, қалған жерін пышақпен осылай кесіп, осындай әдемі форма жасаймыз. Тағы біреуін көрсетемін жасап, мұқият қарап алыңыздар. Өте оңай жасалу жолы. Варенкамызды саламыз. Менде варенка сұйықтау болып тұр. Міне осылай жабыстырып, пышақпен кесіп, орап, міне әп-әдемі формалар шықты. Енді екінші түрін жасап көрсетемін. Екінші түрін рогалик түрінде жасадым. Мұқият қарап отырыңыздар, ол да өте оңай. Оқтаумен жайып, домалақ қылып жайып аламыз. Міне осындай мөлшерде жайып аламыз. Енді үшбұрыштылап кесеміз. Торт кескендей осылай кесіп аламыз. Енді варенкамызды салып, екі шетін жауып, осылай ораймыз. Міне, тура рогалик тәрізді қылып жасаймыз. Тағы бір түрін көрсетейін, тағы бір рет көрсетейін сіздерге. Міне, үлкендеу жағына саламыз. Екі шетін міндетті түрде жауып барып ораймыз. Олай жасамасаңыздар, варенка ағып кетеді. Табамызға пергамент қағазын, болмаса осындай фольга төсесеңіздер де болады. Енді бетіне жұмыртқаны жағып жатырмын. Барлығына әдемелеп жұмыртқа жағып шығамыз. Сонда әдемі сары болып шығады. Менде варенка сұйық болғандықтан осылай ағып жатыр, ол ештеңе етпейді. Ең соңында бетіне кунжут септім және мак септім. Әдемілік үшін және әдемі дәмде беріп тұрады. Осы булочкаларымызды енді
10 минутқа бетін жауып қоямыз. Осылай жасасаңыздар пышный әдемі болып шығады. 10 минут өткеннен соң пешке жарты сағатқа 180 градусқа салып аламыз. Міне біздің булочкамыз дайын болды. Әдемі, жұмсақ болып пісті. Дәмі өте керемет болды. Бізге қатты ұнады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Міне сіздерге біреуінің ортасын бөліп көрсетейін. Өте жұмсақ, ішінің барлығы піскен, әдемі болып шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.